Қазір қонақтарымыз көрерменде кірсін. Қазір көрермендер қосыла берсін. Содан соң сұхбатымызды бастайтын боламыз. Қазір көрермендер саны көбейсін. Бастайтын боламыз. Жақсы, көрермендер қосылып жатыр. Рахмет, Мұхтархан Баймаханұлы. Тікелей эфирде болыңыздар. Бүгін бұйыртса керемет сұхбат болғалы тұр. Ал бастай берсек болады деп ойлаймын. Қайырлы кеш, құрметті достар, құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей бүгінгі күннің батырлары айдары, яғни Алматы қаласы студенттер альянсының ұйымдастыруымен осындай жоба басталды. Жобаның мақсаты елімізге танымал болып жаңалықтарға шыққан өзінің ерліктерімен көзге түскен
батырларды насихаттау мақсатында осындай бүгінгі күннің батырлары атты жоба бастадық. Яғни бүгінгі күннің батырлары деп кімді айтамыз деген негізі сұрақ болуы мүмкін. Бүгінгі күннің батырлары бар ма деген сұрақта болуы мүмкін. Бүгінгі күннің батырлары әрине бар. Олар өзінің жасына, бір жағдайына қарамай, бір төтенше жағдайда бір ерлік көрсетіп, адамның өмірін құтқарып қалған, бір емес бірнеше адамдардың өмірін құтқарып қалған адамдарды бүгінгі күннің батырлары деп толығымен айта аламыз. Осы мақсатта ұйымдастырып жатқан жоба, яғни осындай өзінің ерлігімен көзге түскен тұлғалармен, жас батырлармен, былай айтсақ, жас бүгінгі күннің батырларымен осындай тікелей эфир ұйымдастырып, ол кісілердің ерлігін, ол кісілердің былай өзін осы жастарға насихаттау мақсатында осындай жоба басталды. Енді сол бүгінгі күннің батырларымыз, жастарымыз осындай жаңалықтарға бір рет шығып, немесе бір газет беттерінде қалып кетпесе екен деген мақсатта осы еліміз, қазақ елі өзінің батырларын білсе екен, көрсе екен, осындай тікелей эфирде өз сұрақ жауаптарын қоя алса екен деген мақсатта осындай сұхбаттар ұйымдастырып жатырмыз. Енді бүгінгі біздің сұхбатымыздың қадірлі қонағы қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысының тумасы, қазіргі таңда 9 сынып оқушысы Айболатов Нұрдәулет Асқарұлымен кездесу болады. Енді ол кісінің жасаған ерлігіне кішігірім тоқталып кетсем, осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2018 жылы 5 мамыр күні ол кісі өрісте жүрген кезде кішігірім бір көлшікке 3 жасар бала құлап кеткен болатын. Ол кісі ойланбастан сол 3 жасар баланы құтқарып қалған болатын. Ол кезде шатаспасам Нұрдәулет 7 класс болған. Енді бүгін сондай керемет бұл жас батырымызбен кездесу болады. Қазір ол кісіні тікелей эфирімізге қосайық. Барынша белсенді болып, сұрақтарымыз болса қойсақ болады, достар. Қайырлы кеш, Нұрдәулет мырза. Нұрдәулет, естіліп тұрмын ба мен сізге? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Естіліп тұрмын ба? Қайырлы кеш. Естіліп тұрмын ба? Бәрі дұрыс па? Естіліп тұр. Жақсы, Бәрі керемет. дұрыс. Жақсы. Қайырлы кеш, Нұрдәулет мырза. Қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Біздің бүгінгі Алматы қаласы студенттер альянсының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бүгінгі күннің батырлары атты онлайн сұхбатымызға қош келіпсіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Жақсы. Достар, бүгін бізде енді қонақта біздің жас батырымыз, бүгінгі күннің батыры Айболатов Нұрдәулет Асқарұлы. Нұрдәулет, жалпы қалыңыз қалай? Үйдегілер қалай? Сабағыңыз қалай? Оқу қалай болып жатыр? Жалпы менің оқуым жақсы. Жүзік оқимын. Өзімді толық таныстырып өтсем, аты жөнім Айболатов Нұрдәулет Асқарұлы. Ғалибек Әлиев мектебінің 9 сынып оқушысымын. Батыс Қазақстан тумасымын. Үйімізде, отбасымызда бар. Үлкен ағамның аты Данияр, кіші ағамның аты Бақтияр, анамның аты Гүлжан, әкемнің аты Асқар. Олардың жұмысы туралы айтатын болсақ, анам мектепте жұмыс жасайды, мұғалім болып. Әкем өзінің жеке кәсібі бар. Жақсы. Үлкен ағам Орал қаласында жайық жарығында жұмыс істейді. Және де жеңгелерім, қарындастарым, інілерім бар. Керемет. Нұрдәулет мырза, бүгінгі онлайн сұхбатымыз, былай айтсақ, еркін форматта болсын. Қысылмаңыз, ұялмаңыз. Себебі біздің көрермендер өзіңізбен жасты, өзіңізден кішігірім үлкен, былай айтсақ, жастар болып табылады. Студенттер, оқушылар деген секілді сұрақтар болса, алдағы уақытта сізге сұрақтарын қою мүмкін. Сол үшін ұялмай, қысылмай, өзіңізді еркін сезініп, бүгінгі сұхбат берсеңіз болады. Бүгінгі біздің сұхбатымыз, бүгінгі біздің тікелей эфиріміз тікелей сізге арналады, сізге бағытталған. Сол үшін ұялмаңыз, барынша өзіңізді еркін ұстай беріңіз, жарай ма?
Нұрдәулет, естіліп тұр ма мен сізге? Түсінікті. Жақсы. Нұрдәулет, енді сізді білеміз, осы 2018 жылы, шатаспасам, ерлік жасаған болатынсыз, жаңалықтарға шыққан болатынсыз, газет беттеріне шыққан болатынсыз. Сол жайлы кішігірім айтып кетсеңіз, қалай болды, не жасадыңыз деген сияқты. Нұрдәулет, кішігірім техникалық ахуал болып жатқан секілді. Ол оқиға 2017 жылы болды. 2017 өзіміздің ауылда, Көшенкөл ауылында болды. Казталов ауданы Көшенкөл ауылы. Нақтырақ айтсақ, ол баланың аты Аршат есімді бала. Аршат есімді бала, өзіміздің ауылдың тұрғыны, бір көшеде тұрамыз. Оны кешкілікті, күнделікті ауылда енді қой, мал дегенде, сол мал түгілдеуге шыққанда, ол баланы кездейсоқ көріп қалдым. Ол баланы мен қорықпастан, қорқу сезімі мүлдем болған жоқ деп ойлаймын. Болған жоқ. Ол баланы судан алып шығып, бірінші көмек түрін көрсеттім. Және ол баланы ажалдан аман алып қалдым деп ойлаймын. Мен бұл істеген ерлігімді танымал болғым келіп істеген жоқ. Ол баланың өмірін құтқарып қалғанына қуаныштымын. Жақсы, демек, сізде бір жаңағыдай ерлік емес, басқа емес, сіз өзіңіздің ауылдасыңызды сондай бір қиын жағдайға түскенін көріп, бірден көмектесуге аттандыңыз, ойланбастан. Күнде көшеде ойнап жүретін балалар. Жақсы. Көмектестім. Яғни оған сіз алғашқы көмек көрсеттіңіз, алғашқы көмекті қалай көрсеттіңіз негізі? Және ол алғашқы көмек көрсетуді қай жерден үйрендіңіз? Алғашқы көмек түрлерін біздің мектепте видеороликтардан және де мектептегі стеналардан ілініп тұратын неше түрлі көмек көрсететін тәсілдер ілініп тұрады мектепте, стеналарда. Солардан қарап және де үзілісте әскери дайындық мұғалімі бізге сол төтенше жағдайлар туралы мәлімдеме береді. Қалай құтқару керек, бірінші көмекті қалай беру керек екенін түсіндіреді. Сол арқылы мен оған бірінші көмекті бердім. Жақсы. Демек, мектепте өтетін, мектептің қабырғасына ілініп тұрған баннерлерге, яғни ұстаздарымыздың айтқанына негізі құлақ салу керек екен, алғашқы көмек жайлы, себебі осындай төтенше жағдайларда ол керек болады екен, плакаттардан. Жақсы. Бүгінгі таңда ол баламен сөйлесіп тұрасыз ба негізі? Үйіне барып деген сияқты жағдайын сұрап? Күнде мектепте кездестіретін бала. Керемет сұхбатты. Өтеді. Күнде көрем бұлайша айтқанда. Естіліп тұр ма, Нұрдәулет? Интернет шамалы болғансын бізде дұрыс. Ауылдық жерде болғансын интернет шамалы ұстап жатыр. Түсінікті, Нұрдәулет мырза, сіз осы ерлігіңіз үшін
сізге велосипед бергені бар, иә, сосын батыр жүрек медалін тақты, иә, шатаспасам. Сол жайлы айтып берсеңіз. Орал қаласында сол қыркүйек айында сол баланы құтқарып маған медаль табыс етті. Суға батқандарды құтқарған үшін деген. Және де 3-ші Суға республикалық батқанды құтқарған үшін. Шымкент балдәурен лагерінде 3-ші республикалық жас патриот атты медалін табыс етті. Жақсы. Осындай техникалық ақауларға байланысты керемет сұхбатымыз аудан әкіміне үзіліп жатыр. Кешірім сұраймыз. Аха, аудан әкімі. Естіліп тұр ма, Нұрдәулет? Техникалық ақаулар болып жатыр. Негізінде мен Нұрдәулет негізі газет беттеріне шыққан болатын, жаңалықтарға шыққан болатын. Бұл кісі осы Орал қаласы әкімдігінің атынан велосипед, Орал қаласы әкімдігі велосипед берген болатын. Және де жас батыр деген төсбелгі берген болатын. Және де жас патриот деген төсбелгі берген болатын. Және де Қапшағайдағы жастарға арналған лагерге жолдама берген болатын, шатаспасам. Сол Алматы қаласында Қапшағай лагеріне де жолдама берді. Аха. Қапшағай лагеріне де бардым, онда өте қызықты болды. Көрермендердің сұрағы бойынша менің арманым осы құтқарушы төтенше жағдайлар департаментінің жұмысына кіру, оқуын жақсы аяқтап, сол оқу орнын бітіріп, жұмысқа кіру. Жақсы, керемет. Сіз секілді өзімді үлгі тұтар адамдарым, ол отбасым, және де мұғалімдерім, және де үлкен адамдарым. Жақсы, демек сіздің осындай батыр болып, осындай ер жүрек болып өсуіңізге алдымен ата-анаңыз, сосын ұстаздарыңыз септігін тигізген ғой негізі, иә? Отбасым, ата-анам, мектеп мұғалімдері. Жақсы, керемет. Осындай тағы басқа жаным жақын адамдар. Аха. Осындай керемет олда, осындай керемет ерді тәрбиелеген ата-анасына, Нұрдәулеттің ата-анасына, және де Ғани Бегалиев атындағы орта мектептің барша ұжымына алғысымызды білдіреміз. Шыны керек, сіздердің арқаларыңызда осындай керемет батырлар өсіп келе жатыр. Сол үшін сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз. Енді Нұрдәулет кішігірім сол жаңағы жағдайға, төтенше жағдайға оралсақ, сіз көрдіңіз, ол бала суға, былай айтсақ, суға тұншығып шөгіп жатыр, иә? Сол кезде сіздің алғашқы ойыңыз қандай болды? Алғашқы сезім қандай болды? Сол жаңағы ерлікке бармастан бұрын қорқыныш болды ма деген секілді. Осындай керемет сұхбаттарымыз техникалық ақауға байланысты үзіліп қалады. Кешірім сұраймыз, құрметті көрермендер, техникалық ақау болып жатқан секілді. Нұрдәулет мырза жақтан болып жатыр негізі. Себебі ол кісі тікелей эфирден шығып кетті. Қазір қайтадан қосып көремін. Нұрдәулет мырза қол қосылсын бізге.
Сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар. Әлі тікелей эфиріміз жалғасады. Тікелей эфир жалғасады. Тағы қосып көрейін қазір. Шыны керек керемет сұхбат болып жатыр. Өзінің жастығына қарамастан ойы жинақы екен. Негізі сөздерінен ақ, көздерінен ақ көрініп тұр негізі. Батыл, ер жігіт, ер екені. Қазір қосылсын. Сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар, құрметті достар. Сұрақтарыңыз барлығын оқып беретін болам, иә? Әттеген-ай қосылмай жатыр. Қосылмай жатыр, құрметті көрермендер. Барынша қосуға тырысып жатырмын. Нұрдәулет мырза. Иә, айта беріңіз. Қайта қосылыңызбен, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Ағамда көрермендеріміз сіз шығып кеткеннен кейін әттеген-ай деп қалды, күшті болып жатқан еді негізі. Енді осыны техникалық ақаулар болып тұрады, ол сіздің де біздің де кінәміз емес. Сұхбатымызды жалғастырамыз ба? Естіліп тұр ғой, иә, бәрі? Жалғастырайын. Иә. Жақсы. Енді жаңағы сол төтенше жағдайға қайта оралсақ, сол уақытта сізде қандай сезім болды? Жаңағы баланы құтқармастан Мен ол кезде ештеңе ойламадым. Ойыма да ештеңе келмеді. Ешқандай сезім, ешқандай қорқыныш ештеңе болған жоқ. Мен тек сол болған құтқару болды ойымда. Жақсы, керемет. Енді мұнда көрермендерімізде сұрақ қойып жатыр екен. Достар, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Нұрдәулет мырза қайта тағы да эфирде. Барлығы жақсы, барлығы естіліп тұр. Енді Нұрдәулет мырза, жаңағыдай ерліктен кейін өміріңіз қалай өзгерді? Жаңағыдай жастардың тілімен айтқанда авторитет дейді ғой, мектептегі авторитетіңіз немесе үйдегі авторитетіңіз кішігірім көтерілді ма? Батыр болу жолында қандай ерлік жасадым дейді. Батыр болу жолында мен жастарға үлгім тек мақтаныш ретінде емес, ол бала мақтаныш ретінде емес, көпке үлгі ретінде, яғни нақты айтқанда мақтаныш емес, мақтаныш үшін жасамау керек. Демек, сырт көзге емес, негізі шынайы жүрекпен, иә, пайдам тисе екен деген мақсатпен жасау керек, иә, кез келген нәрсені. Сұрағыңызды кері қоясыз? Жақсы, қазір. Онда көрермендерден сұрағын сізге оқып берейін. Мұнда сіздің ата-анаңызға алғысын айтып жатыр көрермендеріміз. Осындай тәлім тәрбие берген ата-анаңа мыңда бір алғыс дейді. Жақсы. Өзімде ата-анама мың алғыс айтамын, маған осындай тәрбие беріп жатқанға. Әлде де осы тәрбиелерін нығайтады деген ойдамын. Оған нық сенімдеміз. Ата-анаңыздың, мектеп ұжымының, сізге сенген барша туыс таныстарыңыздың үмітін ақтайды деген ойдамыз. Енді Нұрдәулет мырза, жаңағы ерлігіңізден кейін сіздің өміріңіз қалай өзгерді?
жаңа сізге деген үйдегілеріңіздің көзқарасы, мектептегі сыныптастарыңыздың, апайларыңыздың, ұстаздарыңыздың сізге деген көзқарасы қалай өзгерді? Ондай қатты ерекшелік болған жоқ. Мхм. Ондай қатты ерекшелік болған жоқ. Мектепте мұғалімдерім Нұрдәулет, жарайсың, қалған балдарға үлгі ретінде бол. Осы ісін біз мақтан ретінде көреміз деп маған сынау айтты. Жақсы. Сіз жаңағыдай жас патриот деген төсбелгі алдыңыз, жас батыр деген төсбелгі алдыңыз, лагерлерге жіберіп жатыр, велосипед алдыңыз. Бұл андай жұлдыз ауру болған жоқ па? Өзіңізді кішігірім жұлдыз санап деген секілді. Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ та. Керемет, жарайсыз. Енді мында көрермендеріміздің сұрағы бар екен. Болашақта қандай маман иесі болғыңыз келеді дейді. Мақсатыңыз қандай, арманыңыз қандай болашақта? Жаңа айтқандай, мектебімді бітіріп, оқу орнын аяқтап, құтқарушы мамандығын бітіргім келеді. Құтқарушы болғым келеді. Құтқарушы болғыңыз келеді. Керемет. Енді бос уақытыңызда немен айналысасыз, Нұрдәулет? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Қызығушылығыңыз қандай деген секілді? Спорттық немесе бір басқа да бір үйірмелерге қатысасыз ба? Футбол ойнаймын. Бос уақытымда футбол ойнаймын. Жарыстарға неше түрлі қатысып жүрмін. Және де мектепте волейбол үйірмесіне қатысамын. Жақсы. Яғни спортпен жақсы айналысамын. Спортпен жақсы айналысасыз, спортта хабарыңыз бар. Дұрыс. Себебі жаңағыдай төтенше жағдай сондай жұмысқа кіретін болсаңыз, құтқарушы жұмысына дене шынықтық болу керек, кішігірім спорттан хабары болу керек негізі. Сол үшін қазірден спортпен айналысып, спортқа деген қызығушылықты арттырған дұрыс негізі. Көрермендерімізде сұрақ болып жатыр. Көрермендерімізде сұрақ болып жатыр екен. Тағы сондай жағдай қайталанса не істер едіңіз дейді. Тағы ондай оқиға болса, қарап тұрмай ол баланы құтқарамын, не істеймін басқа. Яғни көмек беруге әрқашан дайынсыз, иә? Ешқандай жағдайға қарамастан, бір қорқынышқа қарамастан көмек беруге дайынсыз. Яғни жүзіп жүргендіктен ештеңеден қорықпаймын. Керемет, жақсы. Енді құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Біздің бүгінгі тікелей эфирімізде жас батырымыз, нағыз ер, нағыз жас болса да бас болып жүрген, үлгі бола білген Айболатов Нұрдәулет мырзамен тікелей эфиріміз болып жатыр, иә? Керемет. Нұрдәулет мырза, үйде сіз ең кенжесіз, шатаспасам, ең кішісіз. Естілмей қалды, қайтадан айтып жүресіз? Отбасыда сіз ең кенжесісіз, иә? Ең кішісі. Иә. Жақсы. Ең кішісі, кенжесі. Аға әпкелеріңіз сізге негізі қандай ақыл айтады, қандай көп кеңес береді негізі? Аға әпкелеріңіз кеңес бере ме дейсіз? Қандай кеңес береді, иә? Аға әпкелерім енді оқуыңды жақсы бітір, сабағын жақсы оқы, жақсы үлгерімді оқушы бол, қалаған маман иесі бол, соған көмектеседі, бағыт бағдар береді. Және де неше түрлі көмектерін береді. Жақсы. Жалпы мектепте үлгеріміңіз қалай негізі, жақсы ма? Қалдеріміз жақсы өмір сүріп жатырмыз, бақыттымыз. Әрдайым солай болсын, бақытты болыңыздар, әрқашан күліп жүріңіздер. Енді өзіңіз мектепте сүйіп оқитын пәндеріңіз қандай пәндер? Сүйіп оқитын қазақ тілі, қазақ әдебиеті,
Қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, жақсы. Аха. алгебра, физика. Көп қой былай айтқанда сабақ. Барлық сабақтар қызығушылығыңыз бар демек, иә? Мұнда көрермендерден сұрақ болып жатыр. Қандай қызығушылықтарыңыз бар? Және де соңғы оқыған кітабыңыз қандай дейді? Яғни қандай кітап оқып жүрсіз? Осындай жайт болатын ойла. Көрермендердің сұрағына осындай жайт болатын ойланыңыз ба дейді. Мен бұндай жағдай болады деп вообще мүлдем ойлаған жоқпын. Сол малды іздеп жүргенде кездесіп қалған оқыс оқиға деуге болады. Оқыс оқиға, иә? Жақсы. Оқыс болған оқиға. Мұнда көрермендеріміздің ыстық ықыласын білдіріп жатыр сізге. Баса бер, Нұрдәулет, жарайсың дейді. Нұрдәулет, енді қандай кітап оқып жүрсіз? Қандай кітап, соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Соңғы оқыған кітабым, шынымды айтайын, қазіргі кезде кітап оқып жүрген жоқпын. Сабақ 9-шы сынып болғаннан кейін сабақ қиындады. Сабағыма көңіл бөліп жүрмін. Сабаққа керемет. Нұрдәулет, сіздің үлгі алатын тұлғаңыз кім? Кімнен үлгі аласыз? Кімнен мотивация аласыз? Сұрақ естілді ме, Нұрдәулет? Жақындарымнан аламын, отбасымнан. Жақындарыңыздан, иә? Отбасыңыздан. Аха. Жақсы. Нұрдәулет мырза, биыл білесіз, иә? Ұлы ақын атамыз Абай Құнанбайұлына биыл 175 жыл. Осы орайда Абай атамыздың бір өлең шумақтарынан айтып бере аласыз ба? Жатқа. Абай Құнанбаев «Күз» деген өлеңі шумағын айтып берейін. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, бие қашып, жыл қойнап, бие қашып, тай жарысқан. Бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, ойнамастай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Жақсы, керемет. Әдебиеттен де хабарыңыз бар екен, Нұрдәулет. Жалпылай айтқанда, әдебиеттен, спорттан және сабағын үздік оқиды, сондай 8 қырлы, 1 сырлы жігіт екенсіз. Өзіңіздің жастығыңызға қарамастан нағыз үлгі бола білетін, нағыз осындай елінің жас батыры, елінің патриоты дейтіндей керемет жігіт екенсіз. Енді мұнда көрермендерден сұрақ болып жатыр. Әр уақытта, яғни әрдайым кез келген затқа дайын жүру керек пе дейді. Тағы да техникалық ақаулар, достар. Нұрдәулет мырза тағы да шығып кетті. Ол кісі қайта қосылса, телефонымызға қосатын боламыз, себебі әлі көрермендеріміздің сұрағы бар секілді. Нұрдәулет мырза қосылған жоқ. Ол кісі техникалық ақаулар болып жатқан секілді. Достар, сұрақтарымызға жауап алдық деген ойдамыз. Бүгін бізде эфирде болған, қызық болып жатқан еді. Күшті болып жатқан еді. Бүгін бізде эфирде болған
бүгінгі күннің жас батыры, еліміздің ертеңі, жас еріміз, жас батырымыз, жас патриотымыз Айболатов Нұрдәулет Асқарұлымен керемет сұхбат болды. Барша көрермендерге үлкен алғысымызды айтамыз. Сұрақ қойып белсенді отырған баршаңызға үлкен рахмет. Осы тікелей эфиріміз бұйыртса сақталатын болады. АСК Алматы парақшасына салынады. Сол жерден қайта көріп шықсаңыздар болады. Және де сұрақтарыңыз болса, неге үзілді дейді. Нұрдәулет мырзада техникалық ахуал болып жатыр. Сет шықпай жатыр. Ол кісі қайта қосылған жоқ. Ол кісі сет жағы нашар екен, жаңада сұхбат барысында да солай техникалық ахуал байланысы үзіліп қалды. Бірақ барша сұрақтарымызға жауап алдық деген ойдамыз. Сұрақтарымызға ол кісі жауап берді. Абай атамыздың өлең шумақтарынан бір үзінді оқып берді. Енді ол кісінің ата-анасына үлкен алғысымызды айтамыз. Ата-анасымен сұхбаттасамыз ба деген ой бар еді негізі. Бірақ осындай жағдайға байланысты бұйыртса, мүмкіндік болып жатса, тағы да ол кісілермен бөлек тікелей эфир өткізетін боламыз. Жоқ, мұнда Нұрдәулет мырза қайта қосылды. Қосайық, достар. Алдағы уақытта осындай кездесулер болады. Нұрдәулет мырза, тағы да қош келіпсіз. Естіліп тұр ма? Нұрдәулет, естіліп тұр ма? Жақсы, мұнда көрермендеріміз сізді іздеп жатыр. Әттегенде сұрақтарымыз әлі көп еді дейді. Нұрдәулет, егер мүмкіндік болса, сіздің анаңызбен сөйлесе аламыз ба, Гүлжан ханыммен? Сол кісіні тікелей эфирге қоссаңыз. Тағы да техникалық ақаулар. Техникалық ақаулар болып жатыр, жарты сағаттан асқан сұхбатымыз керемет өтті, достар. Сізге де үлкен рахмет, белсенді болып сұрақ қойып отқандарыңызға. Және де Нұрдәулет мырзаға да үлкен алғысымызды айтамыз. Ата-анасына, туысқандарына, және де барша мектеп ұжымына осындай керемет жігітті, керемет жас батырды тәрбиелеген үшін алғысымызды айтамыз. Нұрдәулет мырза өзі де отқан секілді. Осы республикалық Алматы қаласы студенттер, құрметті Нұрдәулет мырза, осы ол кісі запрос жіберіп жатыр екен. Өзіне айтайық. Бұйыртса, бұндай кездесулер әлі көп болады. Себебі әлі жастарға белгісіз, елге белгісіз болып жүрген бүгінгі күннің батырлары өте көп. Нұрдәулет мырза, естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Жақсы. Осындай керемет сұхбат үшін сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздерге де көп рахмет. Жақсы, сізде жігітті тәрбиелеген, сізде жігітті осындай керемет қылып тәрбие берген, осындай ержүрек қылып, батыр қылып тәрбиелеген алдымен ата-анаңызға, мектеп ұжымыңызға, туған туысқандарыңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Осы республикалық студенттер альянсының атынан сол кісілерге доғай сәлем айтыңыз, рахметімізді айта барыңыз. Бұл тікелей эфиріміз Нұрдәулет сақталатын болады. Тікелей эфирді өзіңізде көріп шықсаңыз болады, туысқандарға көрсетсеңіз болады. Және де сұрағын қоя алмай қалған көрермендеріміз болса, Нұрдәулет мырзаның инстаграмына жазсаңыздар болады. Инстаграмда жауап бересіз ғой, Нұрдәулет? Жауап беруге тырысамын.
тырысасыз, жақсы, керемет. Соны соны айтып өтсеңіз нақтырақ дейді. Иә, алдағы уақытта бұндай кездесулер көп болады. Себебі елге жаңалықтарға шыққан газет беттерінде жүрген бүгінгі күннің батырлары, осындай төтенше жағдайларда ерлік көрсеткен батырларымыз өте көп. Сол кісілерді барынша қамтып, сол кісілермен көптеген сұхбат ұйымдастыруға тырысамыз. Осы барша жаңалықтарды АСК Алматы парақшасында көретін боласыздар. Сол жерде көріп, тікелей эфирге қосылып, белсенді отырыңыздар. Ал Нұрдәулет мырза, сізге қош саламат болыңыз дейміз. Осы Республикалық студенттер альянсының атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін керемет сұхбат болды, керемет сұрақтар, керемет жауаптар болды. Алдағы барша жұмыстарыңызға, барша жоспарларыңызға, және де оқу жағынан болсын, баршасына сәттілік тілейміз. Бұйыртса болашақтағы арманыңыз, болашақтағы мақсатыңыз, құтқарушы болу арманыңыз орындалсын. Сіздей құтқарушылар, сіздей ержүрек батырлар біздің қоғамға керек. Сіздердің де арман мақсаттарыңыз орындалсын, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет, Нұрдәулет мырза. Қош саламат, сау болыңыздар. Бұйыртса келесі онлайн сұхбаттарда кездескенше. Баршаңызға үлкен рахмет, Нұрдәулет мырза. Сау болыңыз.